Сәлем достар, бүгін біз ағылшын тілінде сөйлем құрауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қазақ тіліндегі сөйлем мүшелерін еске түсіру керек. Яғни қазақ тіліндегі сөйлем мүшелері бізге ағылшын тілінде сөйлем құрауға көмектеседі. Бірінші айта кететін жайт, сөйлем мүшелері екіге бөлінеді: тұрлау және тұрлаусыз мүшелер болып. Соның ішінде тұрлаулы мүшелер бастауыш және баяндауыш. Соның ішінде бастауыш кім не деген сұрақтарға жауап береді. Қараңыз, the cat is doing. Бұл жерде cat дегеніміз, достар, мысық. Мысық. Бұл жерде не мысық деген сұраққа жауап береді да. Алайда ағылшын тілінде сөйлем құрау үшін бастауышты біз есімдік қызметіне айналдырамыз. Яғни есімдік қызметіне айналып кетеді. Қараңыздар, яғни кез келген бастауышты көрсек, біз оған есімдік қызметін жалғамыз. Бұл жерде it есімдігі жалғаулы, it есімдігі қолданылады. The cat is doing. Мысықты, яғни it есімдігі арқылы қолданылады. Мысал үшін, the girl болса, she болатын еді. Және де басқа да. Someone, nobody, everybody деген белгісіздік есімдіктері де қолданылады екен. Ал кеттік. Баяндауыш. Баяндауышта не істеді деген сұраққа жауап береді. Яғни етістіктің қызметін атқарады екен. Birth. Көрдіңіздер ме? Birth, яғни етістік. She runs. We went. She runs дегеніміз present simple болса, we went дегеніміз past simple. Яғни етістіктің түрлері. Ал енді тұрлаусыз мүшелеріне келетін болсақ, анықтауыш. Анықтауыш дегеніміз қандай, қалай, кімнің деген сұрақтарға жауап береді. Қарасаңыздар, nice, brave, made of plastic, next, Diana's, my, your. Nice, brave. Nice дегеніміз жақсы, brave дегеніміз battle, made of plastic. Неден жасалған, қалай жасалған? Пластикадан жасалған. Next, нектікі, Диананікі, кімдікі, кімнің деген сұраққа жауап беріп тұр. I see beautiful girl. Мен әдемі қызды көрдім. Қандай қыз? Әдемі қыз. Beautiful дегеніміз, яғни beautiful. Ағылшын тіліне аударғанда әдемі деген мағынаны білдіреді. Толықтауыш, ол септіктің сұрақтарына жауап береді. Ағылшын тілінде қай жерде кездеседі десек, мысалы үшін I see a girl with him. Мен қызды көрдім, оның қасынан, онымен бірге. Кімді көрдім? Қызды көрдім. Яғни табыс септігіне жалғаулы тұрда, ал with him, кіммен, көмектес септігі арқылы жалғаулы тұр екен. Достар, түсінікті деп ойлаймын. Яғни көмектес септік, табыс септік, септік сұрақтарына жауап беретін. Ол бізде толықтауыш. Пысықтауыш. Қайда, қашан, неге деген сұрақтарға жауап береді. Қазақ тілінде, ағылшын тілінде де мысалға. My red cat lies on the window sill. Менің қызыл мысығым ненің үстінде жатыр дейді. Қайда жатыр дейді? Window sill. Подоконнигі, терезенің алдында жатыр дейді. Қайда деген сұраққа жауап беріп тұр. Ал енді сөйлемнің орналасу реттілігін қарайтын болсақ, бастауыш бірінші келеді, баяндауыш, толықтауыш, сосын бар пысықтауыш, анықтауыш ең соңында келеді екен. Кейде пысықтауыш бірінші орында келуі мүмкін. Мысалға, yesterday I learned English words. Кеше мен ағылшын сөздерін жаттадым. Бұл жерде бірінші келіп тұр. Бірінші емес, бірінші келмейтін кездерде болады. Мысалға қарасаңыздар, my red cat lies on the window sill деген сияқты. Енді мына жерде пысықтауыш бірінші келіп тұр. Ал енді болымсыз түрлерін жасау үшін қалай болады сөйлем реттілігі? Міне, пысықтауыш, бастауыш екеуін біреу келеді, Көмекшетістік. Көмекшетістік дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, мына жерде did болып тұр. Ол are болуы мүмкін, does болуы мүмкін, әртүрлі. Көмекшетістік
менен қосылған not. Сосын негізгі тіс мына жерде learn деген сөз. Сосын толықтауыш. Қандай сөздер? English words, ағылшын тілінің сөздер. Yesterday I didn't learn English word. Кеше мен ағылшын сөздерін оқымадым, жаттамадым деп тұр. Ал енді сұраулы түрде. Бірінші жоғарыдағы мысалға қарап кететін болсақ, they live in the city. Олар неде тұрады, қалада тұрады дейді. Мына жерде көріп тұрсыздар, бірінші бізде бастауыш келген, есімдіктің рөлінде. Live екінші етістік, in the city, қалада. Қайда? Қалада, пысықтауыш. Do they live in the city? Көрдіңіздер ме? Көмекші етістік алдына шығып кетті, міне, реттілігі бойынша. Бастауыш келді, есімдіктің орнында қызмет қылған негізгі етістік, көмекші етістік do болса, негізгі етістік бізде live. Сосын толықтауыш, сосын барып пысықтауыш келіп тұр. Ал енді мына жерде қарасақ, did I learn English words yesterday? Кеше мен ағылшын тілінің сөздерін жаттадым ба? Деп өз-өзіне сұрақ қойып тұр екен. Не осылай. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сөйлемнің орналасу реттілігі негізгісі осы бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш арқылы келеді. Осылар менен бірге сөйлем құрайтын болсаңыздар, осы реттілікті пайдаланып құраңыздар. Осы жерді скриндап жасап алсаңыздар болады. Кей жағдайда пысықтауыш бірінші келеді. Мынау болымсыз түрі жасалуы, мынау сұраулы түрінің сөйлемнің жасалуы. Өте оңай. Тек жаттау керек сіздерге. Басқа вариант жоқ. Жаттаңыздар, оқыңыздар, біліңіздер. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесіде сіздерге қажетті деген ақпараттармен бөлісуге дайынмын. Келесі кездескенше.